Hello there достар, бүгінгі сабағымызда біз екі етістік жүргеннен кейін арасында to тұра ма, ing жұрнағы қосылады ма, осы екі тақырыпты талқылаймыз. Бүгінгі сабағымыздың бірінші тақырыбы екі етістік және to одан кейін. Алдымен әдеттегідей диалогтан бастаймыз. Ержан мен Аида кездеседі және бүгін не көретінін талқылап жатыр. Hi Ержан, did you decide on a movie for tonight? Сәлем Ержан, бүгінгі киноны шештің бе, таңдадың ба? Yeah, I want to watch that new comedy. Таптым-ау сені. Yeah, мен таптым-ау сені деген жаңа комедияны қарағым келеді. Great choice. I forgot to ask. What time do you plan to begin? Керемет таңдау. Мен сұрауды ұмытып кеттім. Сен сағат нешеде бастамақшысың? Let's begin at 7 p.m. Are you able to make it by then? Кешкі 7-де бастайық. Сен ол уақытқа дейін үлгересің бе? Sure, I can make it. I just need to grab some snacks first. Әрине, келе аламын. Бірақ оның алдында мен бір тіске басарларды алуым керек. Perfect, I agree. Snacks are a must for a movie tonight. Керемет, келсем. Тіске басарлар бүгінгі кино қарағанда өте қажет болады. Енді белгіленген сөздерге назар аударып көрейік. I want to watch. I forgot to ask. Я сұрауды ұмыттым. Көргім келеді. Plan to begin. Бастауды жоспарлайсың. Are you able to make it? Келе аласың, үлгере аласың ба? Need to grab. Маған алу қажет. Бұлардың барлығында біз екі етістікті көріп жатырмыз және арасында to бар. Неліктен сондай ереже? Бізде осы диалогтан байқағандарыңыздай екі етістік бірге жүре алады. Мысалы, звондауды ұмыту, немесе тырысып көру, баруым керек. Екі етістік. Және әдетте екінші етістік толықтаушы рөлін атқаратын, оған to қосамыз оның алдында. Мысалы, don't forget to call me. Маған звондауды ұмытпа. Don't forget, ұмытпа нені? Толықтаушы рөлін атқарып тұр бұл жерде етістік. To call. Don't forget to call me. I would like to try Asian cuisine. Мен Азия тағамдарын, Азия кухнясын көргім келеді. I would like, көргім келеді. Келеді, мен қалауым бар, to try, көргім. We need to go, hurry up. Баруымыз керек. Біз керекпіз, бізге керек бару. We need to go, hurry up. Асық. Arman offered to come and help. Арман келіп көмектесуді ұсынды. Ұсынды нені? Келіп көмектесуді. Мінеки. Енді қандай кезде біз to етістіктен кейін қоямын деген сұрақ қойсаңыздар, мінеки осы етістіктерді есте сақтау қажет. Осы етістіктерден кейін біз міндетті түрде to-ды қоямыз. Мысалы, ask, сұрау, біреуді сұрау. Asked to come, келуді сұрады. Decide, шешу. Forget, ұмыту. Help, көмектесу. Hope, үміттену. Learn, үйрену. Need, қажет ету. Offer, ұсыну. Plan, жоспарлау. Promise, уәде беру. Remember, есте сақтау. Seem, көріну, осылай көрінеді. Try, көру, жасап көру. Want, қалау. Would like, бұл да қалау. Would love, бұл да қалаудың басқа түрі. Мен қалаймын. Would hate, қаламау, жек көру. Would prefer, таңдау. Мысалға, he plans to start a small business next year. Ол келесі жылы кішігірім кәсіпті бастауды жоспарлап жатыр. He plans to start. Plans болған соң, мінеки, одан кейін to-ді қоямыз. It seems to be a good idea to take a short break. Қысқа үзіліс алу жақсы идея сияқты. Жақсы идея көрінеді. It seems to be. Seem көріну, одан кейін to-ді қоямыз да, негізгі етістік. She wants to join the photography club at school. Ол мектептегі фотография клубына қосылғысы келеді. She wants to join. Want-тан кейін біз міндетті түрде to қоямыз. Енді бір жаттығу орындап көрейік. Бұл жаттығуда біздің мақсатымыз мына етістіктерге қарап, олардан кейін дұрыс форманы таңдау. Taking ба, немесе to take ба. Бұл жаттығу қысқа болған соң бірге орындап көрейік. My brother promised. Мен ағам уәде берді. Us to the airport. Бізді әуежайға апаруға уәде берді. Taking ба, to take ба. Ол үшін мына promise деген етістікті мына тізімнен іздеп көреміз. Promise уәде беру және бұл жерде бар. Promise-ді тапсақ, одан кейін to қоямыз. Сол үшін дұрыс жауабы My brother promised to take us to the airport. Екінші, I would like a reservation please. Мен
столға бронь қойғым келеді. I would like to make ба, making ба. I would like-ті кестеден қарап көрейік. Бар ма? Мінекей. Would like тұр. Сол үшін бұл жерде дұрыс жауабы I would like to make a reservation, please. Мен бронь қалдырғым келеді. I'm driving, немесе I'm leaving to drive. I'm learning екен. I'm learning driving or I'm learning to drive at the moment. Дәл қазір. Learn етістігі бұл тізімде бар. Үйрену. Мен дәл қазір көлік айдауды үйреніп жатырмын. Сол үшін I'm learning to drive. Дұрыс жауабы. Және соңғысы We decided to get married or getting married soon. Біз үйленеміз деп шештік. Мына тізімге қарап көрейік. We decide. Шешім қабылдау. Decide to marry. Decide болған соң мына тізімде көрсек, әрине to marry болады. Немесе to get married. We decided to get married soon. Және бұлар ата-аналармен ақылдасты деген үміттеміз. To get married, decide-тің алдында. We decided to get married soon. Енді достар, мінеки жауаптар. Енді бүгінгі сабағымыздың жаңа сөз тіркестерін бірге үйренейік. Grab snacks, тіске басарларды алу, дүкеннен сатып алу. I agree, мен келісемін. Өте жиі жасалатын қате I'm agree дейді. Ол дұрыс емес. I agree. Мен келісемін. Decide on something. Бір сұрақ бойынша шешім қабылдау. Try Asian cuisine. Азия тағамдарын көру, Азия кухнясын көру. Start a small business. Кішігірім кәсіпті бастау. Take a short break. Қысқа үзіліс алу. Join a photography club. Фотография клубына қосылу. Make a reservation. Бронь қалдыру. Decide to get married. Үйленеміз деген шешім қабылдау. Offer to help. Көмегіңді ұсыну. Бұл сөз тіркестерді міндетті түрде Quizletте қайталап өтіңіздер. Қолдану үшін және бүгінгі сабағымызды бекіту үшін платформаға өтіп жаттығуларды орындаңыздар.